Қайырлы күн, менің сүйікті әсілі, менің тыңдармандары. Маған қолдау көрсетіп, әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, комментария қалдыра отырыңыздар. Шынар жұмыстан кеште шығып, соңғы автобусқа үлгергеніне тәубе етіп, бір жас қыз орындыққа жайғаса кетті. Әйтпесе сонау Алматының батысында орналасқан Алтын Ордадағы дейін такси кем дегенде 2000 теңге алары сөзсіз. Құдай қарасы деген осы. Бір апталық жол кіресін бірақ беріп, жұмыстағылардан қаз сұрап кетер еді. Алтын Ордадағы жетіп алса ары қарай ауылға дейін 300 теңгелік такси ағылып жатыр. Ауылдан келген барлық жастар сияқты Шынарда жұбайымен қаланың ішіне пәтер ала алмағасын қаланың сыртына жер алып үй көтергенге кірісті. Соғып жатқан үйі ойына түскелі сол еді. Пәлен жылдан бері дұрыс сырт киім де алмаған. Тіпті 10 шақты жыл бір киімін ауыстырмай киіп жүргені, әпкесінің етігін сүртіп жүргенін ойына түсіп өз-өзін аяп жылағысы келіп терезеге қарады. Аялдамада бүрсеңдеп отырған жолаушыларға қарап ішінен, Құдайға шүкір, үйде бітіп қалды. Балалар да ертең-ақ өсіп ер жетер, біз жетпеген биікке солар жетер, деп ішінен шүкіршілік айтып өз-өзін тоқтатты. Алтын Ордада базарының кептелісі жылап алуға да, қиялымен шетел алысы қыдыруға да, одан қалса бір көз шырымыңда алуға да жетеді. Кептелісті жоқ дегенде 2 сағатқа дейін, тіпті 3 сағатқа дейін өтесің. Ең жақсысы автобусқа мінсе жастардың орын беретіні, әйтпесе 2-3 сағат тікеңнен тұру оңай ма? Басында ұялатын, сонша кәрі көрінемін бе? 40-қа да келген жоқпын ғой деп. Кейіннен еті үйреніп кетті. Отырыңыз дегендерге рахметін айтып отыра кетеді. Өз ойымен өзі алысып отырған кезде автобусқа бір қайыршының кіріп келді. Қайырымды жандарға нанға ақша беріңіздерші, кім қанша бере алады деген даусын естіп селк ете қалды. Таныс дауыс, бірақ қайдан естіді? Қайыршының көзімен іздей бастады. Көзіне көзі түссе, қара сала бойы дір ете қалды. Бет-аузы бір уыс қап-қара мыжырайған шал, ол да таныды. Шынар сасқаннан беті терезеге бұра салды. Ішінен номері 1-ші арамтамақ деді. Неге екені белгісіз орнынан атып тұрып, дүйім жұртқа бұл арамтамақ, бұл әлемдегі 1-ші арамтамақ, бұдан ақша бермеңдер дегісі келді. Алайда ол ойын қолдау берер өзінде батырлық жоқ екенін біліп, үнсіз ғана сыртқа көз салды. Қайыршы да көп айналған жоқ. Салдырлатып, 1-2 адамның қалтасынан қақты да кезекті аялдамаға тоқтаған кезде автобустан түсіп кетті. Осы бәлемен кездеспейін десем де, үй шықтасам да түсіме кірген емес. Жер дөңгелек екен-ау. Түк болмағанда сөмірейіп алдынан шыға келгені және тесірейіп қарағаны несі? Сүмелектің. Құдайда қызық, не үшін шықты? Не үшін кездестірді осы бәлемен? Шынар сол оқиғадан кейін арымен арпалысып қанша күн ұйықтамады десеңізші. Құрыста Астарханмен қол ұстасып шырын шатқалындағы серуендеп жүреді. 4-ші курсты бітіргелі бүкіл курс жиналып барған кез болса керек. Дархан ғашық көзбен қарап бірден айтқысы келеді. Бұл болса тастың қуысына кіріп алып сайрап отырған құсты ұстап алмақ болып қолын қуысқа тығып жатыр. Дархан өзімен өзі сайрап отырған құста нең бар дейтін сияқты. Оны тыңдайтын болма, қайтсем де сол құсты аламын деп арпалысып жатып оянып кетті. Көзін ашып ары бері қарап, түсінде құс болып сайрап жатқан ұялы телефонның дауысы екенін ұқты. Таңғы 5:30 болды деген сөз. Маубас адамдарға күнде бозторғайдан бұрын ояну деген нағыз ақырзаман емес пе? Бірақ қу ақша өз дегенін істетеді екен ғой. Шынардың студенттік шағындағы қиялын айтсаңызшы. Оқуын бітіргенде 1-ші халық банктің төрағасы, одан кейін экономика министрі болып тағайындалынатынына еш күмәні жоқ еді. Арман сол арман күйде қалды. Армандай берсең, орындалатын арман болмайды деп қазіргі кезде
ақыл үйретіп тренинг өткізіп жүрген пысықайлардың сөзіне сенсе, Шынар қазір ойбой кем дегенде Ұлыбританияның премьер-министрі болып кететін еді-ау. Ал шын өмірде оқу бітіргесін тәжірибесі жоқ маманды кім алсын? Таныс арқылы бір төкейдің үйін жинап, еден жуып, кір-қоңын тазалауға жұмысқа кірді. Жас қыз үшін жұмысының түк қиындығы жоқ. 3 қабатты үйді бар жоғы 4-ақ адам тұрады екен. Шынардың міндеті үй жинап, кір жуу. Бар шаруасы ол. Үйді шашатын адам жоқ. Қызы 11-ші сыныпта оқыса, ұлы бастауыш сыныпта. Бірақ еш уақытта ешкіммен амандасуды білмейді. Көрсе де көрмегендей отыра береді. Бірақ жатып ішер жалқау емес, таңертеңгісінен кеткеннен кешке сөмкелерін сүйретіп әрең жетеді. Күні бойы мектепте, курстарда жүреді екен. Бұл үйде үй иелеріне қарағанда жұмысшы көп. 5 жүргізуші, қожайынның күні-түні қасында жүретін оқағары мен көмекшісі, бағбан, аспазшы және Шынар. Олардан бөлек үйде екі жағындағы екі қақпада 2-2-ден 4 күзетшісі отырады. Бірақ олардың бастапқыда бөлек, өздерінің сөзмен айтқанда күзетшілер орталығынан олармен сөйлесуге болмайды. Шынар жұмыс істеген 3 айдан үй иелері бір ауыз сөз ескерту айтпағанмен күнде 4 жүргізушісі әйтеуір бір жерден ілік тауып мұны жылатып кетеді. Шынардың ұққаны, бұл үйді жүргізушілер жарты құдай, үй иелері емес, олардың қожайын сияқты. Ертеңгісін шайды Шынар беретін болғандықтан 5-еуін күнде көретін. 5-еуіне әсіресе жастар 4-еуіне ештеңе ұнамайды. Анау ыстық, мынау суып қалған, нан қатты, шәй сұйық, әйтеуір бәрі жаман. Жұмысшылардың бәрі таңертеңгісін сағат 7-де жиналатын болғандықтан таңғы астарын сол үйден ішетін. Үйде болғанда жұмысшыларға арналған үйде таңғы ас ішетінде 4 жігіттің ермегі Анарды кекетіп мұқату. Қала берсе біріне мақтану еді. Түнде қожайынның әйеліне қайда апарады, қайда адамдарды көрді, қандай адамдарды көрді, одан қалса қызы қайда, кіммен қыдырады, түнде қанша таксоват етті, қымбат машинамен студент қыздарды қалай алдап пәтерге апарғандарына дейін айта береді. Шынарды адам демейді. Өздерін ондай кезде біреудің жалдамалы жұмысшысы емес қожайындай сезінеді. Шынардың атында атағысы келмей, ей дей салады. Де қожайынның өзін такси жүргізушісі Әділет аға ғана қызым дейтін. Және мыналардың тірлігінен бейхабар еді. Әділет аға көбінесе үйінен тамақ ішіп келетіндіктен және түскі асты кеңседен ішетіндіктен басқа жүргізушілермен өте сирек ас ішеді. Шынар өз үйінде жемеген, жеу бұлай тұрсын, атында естімеген тағамдарды осы үйден көрді. Аспазшы апай тамақты өте дәмді әзірлейтін, бармағынан бал тамған деп сол кісіні айтуға болады. Бірақ ана 4-еуіне ол да ұнамайды. Байдың малын байғұс қызғанады. Қожайындарға істеген тамақтың бізге берсе де болады ғой, өзінің үйіне әкеліп жатқан жоқ деп бұрқылдап отыратын. Жұмысшыларға бергелі ас қожайындылардың алдындағы тамақтан еш кемшілігі жоқ болса да, олар ұялмай соны сөз етіп отырушы еді. Әйтеуір сол 4-еуіне ештеңе жақпайтын. Шынарға ең ұнамайтыны үй қожайындыларының жүргізушісі болатын. Күні бойы жұмысшыларға арналған үйде теледидар көреді немесе ұялы телефон шұқып жатқаннан басқа бітірер тірлігі жоқ. 2 күнде бір рет аспазшымен дүкенге барып, үйге керекті азық-түлік әкелгенде және басқа жүргізушілер ауырып немесе бір жағдаймен жұмысқа шықпай қалса да, солардың орнын ауыстырады. Басқа уақытта бос. Соның ішінен шаршап шалдығып бір жерге жұмсай қалса жылынып, бұрқылдап жүріп, әйтеуір әрең жиналады. Олар сол кезде қарапайым жүргізушілерден 3-4 есе артық айлық алатын. Шынар ішінен осындай арам тамақтарды неге жұмысқа алады екен деп ойлайды. Шынар үй қожайындардың жүргізушісін ішінен номері 1 арам тамақ деп ат қойып алған. Құдай-ау, үй иесі қожайында жоқ шығар мұндай кеуде. Ісіп кеуіп отырғаны, барлық әңгімесі мен ешкімге
кешірмеймін, мен ешкімге кеудемді бастырмаймын, ешкімнің айтқанымен жүрмеймін деп кете беретін. Әйелі қалай шыдайды екен, Құдай басқа салмасын. Әйтеуір таңғы шай мен түскі асты бірінші осы номері бірінші арамтамақтың әңгімесін заразап болып отыратын. Дүйсенбі болатын. Сол күні неге екені белгісіз, бәрі де жексенбі күні демалыстан жұмысқа ертерекке, бәрі жазғы демалыс болғасын, қожайынның 2 баласы да үйде екен. Үлкен қызы мектеп бітіріп, шетелдік жоғары оқу орнына түсуге дайындалып жүрген. Шынар қыздың бөлмесін жинайын деп есікті тартып еді, ішінен құлтаулы болғасын кіре алмады. Түнімен сабақ оқыған шығар, немесе жігітмен қыдырып таңға жуық келген кездері болатын. Сондай қыдырыстан кейін әдетінше ұйықтап жатты ма, кім білсін. Әйтеуір түске дейін бөлмесінен шықпады. Түскі аста Әділет аға жоқ болғандықтан 4 жүргізушісі күндегі әдеттеріне басып бір-біріне мақтанып отырды. Бір кезде номері бірінші арамтамақ. Кеше менің не істегенімді білесіңдер ме? Деп қасында отырғанды қоқилана қарап. Білеміз ғой, кеше менің орныма қызды тасыдың. Қаншада қайттыңдар? Деді қыздың жүргізушісі. Таң ата. 2 қыз моншадан шықты. Жігіттері сүйреп әкеліп салып берді машинаға. Екеуі де естерін білмейді. Қарықтан асып, балалы шағалы болса да, еркектер жеке отырса өздері жас жігіттер жаман ұстайтыны белгілі. Шынар әңгімелерін тыңдағысы келмей. Тамақтарыңызды тез-тез ішіңіздер, қыздың бөлмесін жинап үлгермедім, деп бұның сөзін естіген номер бірінші арамтамақ қарқылдап күліп. Бүгін қыздың бөлмесінен шыға қоймас, кеше екеуіне де еркектің қандай болатынын көрсеттім, деді. Қасында отырған 3 жүргізушісі де бетіне аңтарыла қарады. Иә, естерін білмейді екен ғой, сондай байдың 17 жасар қыздары қалай болады екен деп. Құдай сақтасын, сен өзі не айтып кеттің деп, деді қыздың жүргізушісі. Номер бірінші арамтамақ саспастан, байдың қыздары ерте бұзылады екен, екеуі де қыз болмай шықты. Не айтып отырсың, наспай? Ой, түк білмейтіндей болмашы, әбден бұзылған қыздар ғой. Өздеріңде білесіңдер, есі дұрыс қыз есірткі қолдана ма? Қыздың жүргізушісі орнынан тұрып кетті де, сен адамсың ба? Адам емес екенсің ғой. Көз алдыңда өсіп келе жатқан бала ғой. Қалай дәтің барды? Оны қойшы, осы үйдің нанын жеп жүрген жоқсың ба? Деп ашуланды. Сен не? Сонда 2 қаншықты қорғап отырсың ба? Мен сендерге қызық болсын деп айтып тұрсам, сендерге түк айтудың қажеті жоқ. Бүйткен қызығың құрсын, ит. Есірткі қолдана ма, жігіттермен жата ма, ол өзінің шаруасы, өзі көтеретін күнә. Оған сенің не қатысың бар? Қойыңдаршы, бәрің әулие болмай, іштерің күйіп тұр ғой. Мен естігенім және оған мен ешкім жауапқа тартпайды. Олар да ештеңе білмейді. Мен тірлігімді істеп біткенше естерін жинаған жоқ. Ал әкесіне қайсының дәтің барып айта аласыңдар, деп қарқылдап күліп алды. Сен оңбаған сонда кішкентай қызды зорладыңыз ба? Деді көзі бақырайып. Сен кетші өзің. Саған біреу сөз берді ме? Қайдағы кішкентай? Сен оқу бітірсең де олардың істеп жүргенін біреуін де білмейсің ғой. Зорлады дейді ғой. Мияулап өздері қоздырған, ес-түссіз жатты. Мен қолдандым. Шынар бетін басып жүгіріп шықты да аспазшы апайға барып, бұл үйде 1 минутта жұмыс істей алмайтынын айтып, киімін ауыстырып жұмыстан кетіп қалды. Содан бері қанша жыл өтсе де, номер бірінші ақымақтың ісі ойына түскен сайын, Құдай бар болса, сазайыңды тартқызсын, деді. Бүгін қайыр сұрап жүргенін көріп, Құдайдың бәрін ретке келтіргеніне тағы бір рет көзі жетті.